Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Садрадиннің «Қанша күн» атты әніне гитарада разбор жасайтын боламын. Енді қазір мен сіздерге осы әннің бір куплетін және қайырмасын айтып көремін. Сондықтан да каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоның астына комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл сіздердің каналдың әрі қарай дамуына үлкен әсер тигізеді. Ал кеттік. Мен әкетемін әдемілік ұйқасты, керемет емес пе қосылса екі асыл, үтіктеп отырасың көлегімнің жағасын, алдым болса күте тұрсың ағасын. Күте тұрсың ағасын. Қалаймын сенің маған ғана тізгеніңді, алыстан тек мені ғана сезгеніңді, қорықпа жүр әлемді жоқтап тұрам, жүрегімді елдей қалма. Енді бұл әннің аккордтарына келетін болсақ, қазір мен сіздерге баримен және барес көрсететін боламын. Бірінші аккордымыз бұл жерде 3-ші латта GM аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз 5-ші шекте, соңғы саусағымыз 4-ші шекте тұрады. 5-ші латта, бірден кейінгі. Одан кейінгі С аккорды 3-ші латта, дәл сондай. Баримен бұл жерде 5-ші латта бірінші саусағымыз 4-ші шекте, екінші саусағымыз 3-ші. Соңғы саусағымыз 2-ші шекте тұрады. Одан кейінгі 5-ші латқа DM аккорды. DM бұл жерде бірінші саусағымыз бареден кейінгі 2-ші шекте, екінші саусағымыз 4-ші, соңғы саусағымыз 3-ші шекте тұрады. Одан кейінгі 6-ші латқа көтерілеміз. B бемоль аккорды. Бұл жерде бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз бірінші латтың 3-ші шегінде, бірінші саусағымыз, екінші саусағымыз 5-ші, соңғы саусағымыз 4-ші шекте тұрады. Одан кейінгі AM аккорды баремен 5-ші латта. Бұл жерде бірінші саусағымыз 5-ші, соңғы саусағымыз 4-ші шекте тұрады. Енді барес аккордтарына келетін болсақ, бұл жерде бірінші аккордымыз бізде DM аккорды куплетінде, бірінші куплетінде. DM бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың бірінші шегінде, екінші саусағымыз екінші латтың 3-ші, соңғы саусағымыз 3-ші латтың 2-ші шегінде тұрады. Бұл DM. Одан кейінгі G аккорды. G аккорды бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың 5-ші, екінші саусағымыз 3-ші латтың 6-ші, соңғы саусағымыз 3-ші латтың 1-ші шегінде тұрады. Одан кейінгі С аккорды. С аккорды бұл жерде бірінші саусағымыз 1-ші латтың 2-ші шегінде, екінші саусағымыз 2-ші латтың 4-ші, соңғы саусағымыз 3-ші латтың 5-ші шегінде тұрады. Одан кейінгі F аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз бареден кейінгі 3-ші шекте, екінші саусағымыз 3-ші латтың 5-ші, соңғы саусағымыз 4-ші шегінде тұрады. Одан кейінгі AM аккорды. AM аккорды бұл жерде бірінші саусағымыз 1-ші латтың 2-ші шегінде, екінші саусағымыз 2-ші латтың 4-ші, соңғы саусағымыз 2-ші латтың 3-ші шегінде тұрады. Одан кейінгі соңғы аккордымыз EM. EM бұл жерде екінші латта бірінші саусағымыз екінші латтың 5-ші, соңғы саусағымыз 4-ші шекте тұрады. Енді қағысына келетін болсақ, бұл жерде мен қағысты 2 рет төмен, 2 рет жоғары, 2 рет төмен, жоғары, төмен болып кетеді.
энди осы үйренген аккордтарыңыз менен азыр мен сиздерге баре менен және баресиз осы өлеңнин ойнолуу аккордтарын көрсөтөтүн боламын. Видеонун башында мен баре менен ойнадым. Бул жерде куплети G менен башталат, 3-лапта G аккорду. Önüme nakedimin әдемілік ұйқасты, керемет емес пе қосылса екі асыл дегенгі C аккорды. Күтікте отырасың, өлегімнің жағасын, алының болса, күте тұрсың ағасын дегенге орамыз. Ай, күте тұрсың ағасын. Бая-бая 6-лапта Б бемоль аккордына. Дегенге қайталанат қайттан. Қалаймын сенің маған қана төзгеніңді, алыстан тек мені ғана сезгеніңді, қорықпа жүр әлемі жол тарттырам, жүрегімді емдеп алам, өзім емдеп алам деп аяқталады. Одан кейінгі қайырмасы G менен басталады. Сені сағынған шаршадым, жүрегімге жүрегімде қашадым, айым ойламайтын жаным сен бар ма күн. Қайтадан дегенге барамыз. Енді қайталанады. Сені сағынған шаршадым, жүрегімде қашадым, ойламайтын жаным сен бар ма күн. Сені сағынған шаршадым, амал бітті қарағым, жолы сенің қаланы қанша күн деп аяқталады. Енді баресіз аккордтарына келетін болсақ, енді бұл жерде мен каподастрды 5-лапқа қойдым. Сіздердің дауыстарыңызға қандай лап ыңғайлы, сол ыңғайлы лапты тауып, дауыстарыңызға келетін лапты іздеп, соны тауып ойнауларыңызға болады. Енді бұл жерде бірінші куплеті D менен басталады. Önüme nakedimin әдемілік ұйқасты, керемет емес пе қосылса екі асыл. Одан кейінгі G аккордына барамыз. Күтікте отырасың, өлегімнің жағасын, алының болса, күте тұрсың ағасын C аккордына. Күте тұрсың ағасын F аккордына. Енді қайталанады. Қалаймын сенің маған ғана төзгеніңді, алыстан тек мені ғана сезгеніңді, қорықпа жүр әлеміме жол тарттырам, жүрегімді емдеп алам, өзім емдеп алам деп бірінші куплет аяқталады. Одан кейінгі қайырмасы D менен басталады. Сені сағынған шаршадым, жүрегімде қашадым. Одан кейінгі EM аккордына барамыз. Ойламайтын жаным сен бар ма күн. Айым сені D мен сені сағынған шаршадым, айым амал бітті қарағым, жолы сенің қаланы қанша күн. Сені сағынудан шаршадым, жүрегімде қашадым, ойламайтын жаным сен бар ма күн. Сені сағынудан шаршадым, амал бітті қарағым, жолы сенің қаланы қанша күн. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.